Қазақстан Көкшетау арнасының тілшілері жақында көкшетаулықтар мен қала қонақтарын алаңдатқан бір мәселені көтерді. Теміржол вокзалы шатырынан көкке шаншылған биік тұғыр басындағы алыстан көрінетін үлкен сағат уақытты дұрыс көрсетпеген. Өткен кеткен жүргіншілер соның салдарынан әбігерге түскен. Вокзал қызметкерлерінің айтуынша сағаттың тоқтауына қатты аяз әсер етіпті. Біздің араласуымыздан кейін соны күткендей сағат қайта жүріп кеткен. Ол үшін біз әрине қуаныштымыз. Біздің жаңалықтар топтамасы жар салғаннан кейін сөз бұйдаға салынып, созылып келе жатқан істердің шұғыл шешім тауып кетіп жататыны бір бұл емес. Бірақ мәселелердің журналистер жалаулатпай-ақ жөнге шешілгені жөн екенін айта кеткіміз келеді.